Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін біз видео барысында осы Қазақстан Ресей империясы құрамында деген бөлім бойынша жиынтық бағалауды түсіретін боламыз. 7-ші сынып бойынша. Бүгін біз осы барлығы 12 ұпайдан тұрады. Бұл жобамыз 7-ші сыныптың бір жобасы, осы 3-ші тоқсанда келе жатқан бір жобалардың бірі. Тақырыптары 3 тақырыптан келеді. Міне көріп отырмыз. Біріншісі 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік территориялық реформалар деген тақырып біріншісі. Екіншісі қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі деген тақырып. Үшіншісі Қазақстандағы отаршылдық, қоныс аудару саясаты деген үшінші тақырып. Міне осы 3 тақырып бойынша бізде бүгін бір жоба түсіндіретін боламыз. Оқу мақсатын, бағалау критерийлерін барлығын сіздер осы видеода өздеріңіз оқып аларсыздар. Біз қазір негізгі тақырыпқа көшетін боламыз. Бірінші тапсырмамыз міне. Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесімен 1867-60 жылдардағы әкімшілік басқару жүйесінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайтын боламыз. Бірінші, 1867-60 жылдардағы реформа бойынша әкімшілік құрылым, оның бір ерекшелігін атап кететін боламыз. Одан кейін Қазақ хандығының дәстүрлі әкімшілік құрылымының бір ерекшелігін атап кететін боламыз. Және де осы екі саяси реформаның бір-біріне ұқсастығын атап кететін боламыз. Міне астында дескриптивтерге қарай отырып, міне дескриптивті білеміз ғой, міне бір ерекшелігі, екінші ерекшелік және ұқсастығын талдап кететін боламыз. Бірінші тапсырма бойынша толық 3 ұпай. Так, балалар, жаңа біз бөлім бойынша жиынтық бағалауда бірінші тапсырмамыз жаңа 1867-60 жылдардағы әкімшілік басқару жүйедегі бірінші ерекшелікті көрсет деп қойған болатын. Соның ерекшелігін мен сіздерге айтайын. Так, 19 ғасырдың 60 жылдарына қарай Ресей империясы қазақ жерін толық отарлай бастады. Яғни айтқанда 1822-24 жылдары Ресей империясының реформасының барлығы сәтсіздікке ұшырап өз күшін жоя бастады. Алайда 1867-60 жылдарда патша үкіметі ірі реформаны жариялады. Яғни бұл реформаның өзіндік ерекшеліктері өте көп болды. Бірінші ерекшелігі мынадай. Бірінші ерекшелігі патша үкіметі бұл реформаны Қазақ хандығының бүкіл 300 жерінің барлық жеріне жүргізетіндей түгел қамтыды. Яғни сонымен қатар бұл реформа бойынша қазақ жері 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Біріншісі Батыс Сібір генерал-губернаторлығы, екіншісі Орынбор генерал-губернаторлығы, үшіншісі Түркістан генерал-губернаторлығы. Міне осы 3 генерал-губернаторлыққа бөлінген болатын. Ал екінші ерекшелігі бұл саяси реформаның 5 әкімшілік құрылымы болды. Яғни 5 әкімшілік басқару жүйесі болды. Біздер білеміз, осы реформаға дейін басқа реформалар, яғни 1822-24 жылдардағы реформалар, олар 2-3 басқару жүйеден тұрған болатын. Ал бұл реформа 5 басқару жүйеден тұрды. Біріншісі генерал-губернатор, екіншісі облыс, үшіншісі уезд және болыс, бесіншісі ауыл деп 5 генерал-губернаторлықтан тұрды. Міне осы негізгі ерекшелігі. Және де бірінші тапсырманың екінші бөлігінде бізде Қазақ хандығының әкімшілік құрылымының ерекшелігі деген тапсырма болатын. Міне осы тапсырмаға тоқталайық. 13-ші және 18-ші ғасырға дейінгі аралықта қазақ жерінде хандықтың басқару жүйесі тікелей Ақсүйек тайпасынан шыққан тұлғаларға беріліп отырды. Яғни қазақ қоғамында екі тап өкілдері болды. Біріншісі Ақсүйек тайпалары, екіншісі Қарасүйек деп екіге бөлінді. Ақсүйек тайпасының құрамында сұлтандар мен төрелер болды. Ал байырғы қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесімен 1867-60 жылдардағы реформасын салыстыратын болсақ, саяси реформаның кезінде сұлтандар мен төрелер тек қана болыс, старшина қызметін ғана атқарған болатын. Ал генерал-губернатор облыс қызметінде патша үкіметінің тұлғалары атқарды. Яғни бұл реформа бойынша Ақсүйек тайпасынан шыққан тұлғалар тек қана ең төменгі дәрежедегі қызметтерді атқарып жүрді. Енді біздің бірінші тапсырмадағы ең соңғы бөлігіміз бар. Екі саяси реформаның ұқсастығын айту керек. Ұқсастығы
қазақ жерінде сұлтандар мен төрелерге ерекше ықылас пен сый құрмет көрсету тоқтаған жоқ. Тоқтаған жоқ. Бұрын қазақ хандығының кезінде де сұлтандарға, ақсүйектерге үлкен ықылас білдіретін болса, ал кейініректен де патша үкіметінің кезінде де ақсүйектерге осындай ықылас білдірді. Міне біздің бірінші тасымалымыз осымен аяқталды. Енді екінші тасымалға көшейік, балалар. Екінші тасымалымыз қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күрестің себеп салдарын анықтайтын боламыз. Сіздер тақырыпта өткен боларсыздар. 1868, 1869, 1870 жылдарында қазақ жерінде көтерілістер болған болатын. Ол көтеріліс Орал, Торғай, Маңғыстау көтерілістер болатын. Міне осы үш көтерілістің өткен жылдары жазалашу топтары және негізгі шайқастары нәтижесімен салдарын талдап кетерсіздер. Міне осы тапсырмаға 4 балл. Міне екінші тапсырма бойынша дескриптор мына жақта. Өткен жылдары жазалашу топтары және негізгі шайқасы және негізгі нәтижестерін жазатын боламыз. Барлығы 4 ұпай. Екінші тапсырмамыз қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күрестің себеп салдарын анықтаңыз деп қойыпты. Яғни айтқанда бізде бұл жерде өткен жылдардың жазалаушы топтарын, сонымен қатар негізгі шайқастарын, сосын нәтижесін атап өту керек, әдеттегідей. Енді Орал Торғай облысында көтерілістер 1868-1869 жылдары орын алды. Маңғыстау облысында көтерілістер 1870 жылдары орын алды. Міне көретіміз. Әрқайсының өзінің датасын жақшаның ішіне жазып қойыппын. Енді келесі жазалаушы топтар. Орал мен Торғай облысындағы көтерілісте жазалаушы топтар ол подполковник Рукин мен Веревкин бастаған жазалаушы әскерлер болды. Екінші Маңғыстау облысында көтерілістегі жазалаушы топ подполковник Рукин болды тоже. Міне көріп отырмыз, әрқайсының өзінің жазалаушы әскерлері болған. Жазалаушы әскерлер дегеніміз ол көтерілісті басуға арнайы жіберілген әскерлер. Үшінші негізгі шайқастарына тоқталатын боламыз. Негізгі шайқастарына Орал мен Торғай облысындағы көтеріліс кезінде ең негізгі шайқас 1868 жылдың мамыр айында болды. Ол Жамансай деген жерде көтерілісшілер мен патша үкіметінің арасындағы кескілескен шайқас болды. Бұл шайқастың нәтижесінде патша үкіметінің әскері көтерілісшілердің қоршауына қалып қойды. Ақыр соңында патша үкіметінің әскері азық-түлігі бітіп, артқа шегінуге мәжбүр болды. Міне осылайша бұл ірі шайқас аяқталады осы жерде. Көтеріліс аяқталмайды, ірі шайқас аяқталады. Екінші, 1870 жылдың наурыз айында Маңғыстау облысында Бозашы деген жерде көтерілісшілер мен подполковник Рукин басқарған жазалаушы отрядтар арасында кескілескен шайқас басталады. Нәтижесінде көтерілісшілер жеңіске жетіп, Рукин өзін-өзі атып өлтіреді. Міне, бұл да солай, мына жерде де сондай. Ірі шайқас осы жерде аяқталады, бірақ та көтеріліс осы жерде аяқталмайды. Көтерілістің нәтижесін келесі бөлігінде айтып беретін боламын. Бізде екінші тапсырманың 4-ші бөлігінде көтерілістердің нәтижесі мен салдарын атап өтіңіз деп қойыпты. Міне ең бірінші Орал және Торғай облысында көтерілістің нәтижесі мен салдары. Бірінші 1860 жылдың маусымында көтерілістің шырқау шегіне жетті. Көтерілістің нәтижесі патша үкіметі жіберген жазалаушы әскерінің жойқын шабуылдарымен аяқталды. Жаңа біз айттым ғой, подполковник Рукин мен Веревкин бастаған жазалаушы әскерлер көтерілісшілерді жойқын шабуылдармен жеңген. Түпкілікті жеңген. Ал салдарына келетін болсақ, қазақ халқының ақсүйек тайпаларының арасындағы алауыздық тоқтаған жоқ, сонымен қатар бір-бірімен байланыс болмады. Яғни ауызбіршілік болған жоқ. Міне осы себепті көтерілісшілер жеңіске ұшырады. Енді келесі 1870 жылы Маңғыстау облысында көтерілістің нәтижесіне келетін болсақ, ірі жеңіліспен аяқталды. Маңғыстау жерінде көтеріліс жойқын шабуылдарының әсерінен жеңіске ұшырады. Неге себебі көтерілісшілердің орналасқан жері өте тар болды, және де көтерілісшілер соңында қоршауда қалып қойды. Сонымен қатар көтерілісшілердің патша үкіметінің қару-жарағына қарағанда
өте әлсіз болды. Кейбір ру басылар мен халықтың арасындағы байланыс болмады. Және де Маңғыстау түбегіндегі адай қазақтар соғыс шығынын өтеу үшін 90 мың қой мөлшерінде контрибуция өтеуіне мәжбүр болды. Міне осыған байланысты біз екінші тапсырмамызды аяқтаймыз. Үшінші тапсырмамыз: төмендегі салалар бойынша қоныс аударудың себеп-салдарын жіктейміз. Екі себебін, екі салдарын және қорытындысын жазамыз. Барлығы 5 ұпай. 5 ұпай. Түсінікті ғой? Мына жақта да дескрипторда да 5 ұпай көрсетіп тұр. Барлығы 12 ұпай. Міне осының барлығын қазір біз видео барысында сіздерге көрсететін боламыз. Үшінші тапсырмамыз: төмендегі салалар бойынша қоныс аудару саясатының себеп-салдарын жіктеңіз деп қойыпты. Екі себебін, екі салдарын және қорытындысын келтіруіміз керек. Себептері: бірінші себебі, 1861 жылы Ресейде шаруаларды керпостеңдік, яғни басыбайлы езгіде ұстау жойылды. Шаруалар басыбайлы тәуелділіктен құтылды, бірақ олар жерсіз қалды, немесе ұлтарақтай шағын жерге ғана ие болды. Мұның өзі шаруалардың толқуын туғызды. Патша үкіметі шаруалар бүліншілігінің өрши түсуін болдырмау үшін оларды Қазақстан мен Сібір аумағына жаппай қоныс аудару шараларын ұйымдастыру жөнінде шешім қабылдады. Міне бұл біздің бірінші себебіміз. Екінші себебі, Ресей империясы қоныс аударушы шаруалар есебінен қазақ өлкесінің аумағында өзінің сенімді тірегінен қалыптастыруды мақсат етті. Міне осы екі себебі. Келесі салдары: ішкі Ресейдің шаруалардың Қазақстан аумағына қоныс аударуға қарқынды, мұндағы байырғы халықтың жерін жаппай тартып алуға ұласты. Екінші, қазақтар өздері ғасырлар бойы отырған ежелгі қоныстарын, ондағы қыстауларын, ата-баба зираттарын тастап, қиыр шеттегі құнарсыз жерлерге көшуге мәжбүр болды. Міне осы екі салдарын атап өткен болатынбыз. Міне көріп отырсыздар, енді қорытынды келтіретін боламыз. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ халқы үшін өте ауыр кезеңдердің бірі болды. Себебі, біріншіден, 1867-68 жылдардағы саяси реформа нәтижесінде түпкілікті қазақ жері патша үкіметінің құрамына кірумен басталды. Сонымен қатар 1870 жылдардағы қазақ халқының жаппай қырылуы, үшінші 1880-1890 жылдардағы қазақ жеріне жаппай басқа ұлт өкілдері көшіп келумен аяқталды. Міне қорытындысын осылай аяқтаймыз. Егер де қосам десеңіздер, қосып кетсеңіздер де болады. Оқушылар, сабақ ұнаса лайк басып пікір қалдырып отырамыз, және де комментарийге келесі ПЖВ қай сыныптан керек, және де қандай тақырыпқа керек деген сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге жауап беретін боламын.